Бәріңе сәлем. Арнаға қош келіпсіздер. Бұл қазақ тіліндегі бірінші байлық денсаулық атты YouTube арнасы. Бүгінгі контент адам денсаулығына деген пайдалы және зиянды нәрселер туралы болмақ. Барынша тақырыпты қысқада нұсқалы әрі түсінікті қып жеткізуге тырысамыз. Денсаулық сақтаудың алтын ережелері. Әуелі денсаулық дегеніміз не деген сұрағына жауап беріп кетейік. Анықтамасын әдеттегідей емес, адами түсінікті тілде айтайық. Денсаулық дегеніміз бұл ешбір аурулардың жоқтығы әрі дене бітімінде физикалық ақаулардың болмауы және оған жан тыныштығы, әлеуметтік пен рухани жағдайы жатады. Яғни денсаулығым жақсы дегенде ең бірінші түсінетініміз ешбір ауру сырқаттың жоқтығы, денсаулығы бар дегенде ешқандай физикалық ақаулардың болмауы, яғни дене мүшесінде кемістігі жоқ, аяқ қолы орнында. Бір сөзбен айтқанда инвалид емес, көреді, естиді және сөйлейді. Қазақша айтқанда аяқ қолы балғадай, ал жаны саудың тәні сау дейді атамыз қазақ. Қоғамдағы адамның әлеуметтік жағдайы денсаулыққа я оң, я кері әсер береді. Мысалы, жұмысы бар, табысы жеткілікті, отбасылы, балалы, шағалы дегендей, орталары жақсы досы барлар, яғни осы факторлардың бәрі көңіл күйге жайлы ықпал жасап, денсаулыққа оң әсерін береді. Ал рухани байлыққа әуелі діни наным сенім кіреді. Яғни өмір сүрудің ақиқатын ұғыну, бұл дүниеге не үшін келгенін түсіну. Адамның ақыл санасы бар. Осы ақыл ойлану үшін берілген. Ал егер ақыл болмаса, малдан еш айырмашылығымыз болмас еді. Екінші ол білім. Білімі жоқтың ішкі байлығы жоқ дейді даналар. Міне осымен денсаулық сөзін қарапайымша түсіндіріп кеттік. Денсаулыққа саналы көзқараспен мән беру керек. Өйткені бұны істемесеңіз, сіз үшін оны ешкім істемейді. Денсаулыққа деген саналы көзқарасқа қалай мән береміз? Яғни бұл дегеніміз салауатты өмір салтыңыз туралы, ауқатыңыз туралы, физикалық белсенділік пен эмоционалдық игілік туралы ақпараттандырылған шешімдер қабылдау. Бұндай тәсіл өзіңіздің денеңізді терең түсінетініңізді білдіреді және тепе-теңдікке жету үшін денсаулығыңызды ақылды басқару. Пайдалы әдеттер мен салауатты өмір салты. Бірінші, белсенді өмір салты. Бәріміз білеміз, физикалық белсенділік денсаулыққа оң әсерін тигізеді. Қарапайым жаяу жүрудің өзі қаншалықты денсаулыққа пайдалы екенін адам біле бермейді. Ал аптасына бір мәрте жүгіріп тұрудың өзі денсаулықты едәуір жақсартады. Қазіргі таңда адам баласына отыру қалпы дағдыланған заманда іс-қимыл белсенділігі өте қажет. Сол себепті күнде бірнеше шақырым кешкі астан соң жаяу жүру не аптасына бір рет 6-7 шақырым жүгіру, фитнес залдарға бару және де денені ширықтыру пайдалы әдеттерден болып есептеледі. Екінші, дұрыс тамақтану. Ауқаттану кезінде ең дұрысы режим, яғни уақытында тамақтану. Осындай жай қарапайым ережені ұстану денсаулыққа оң әсер береді. Диетолог мамандардың айтуынша әр тағамның жейтін өз уақыты болады. Мысалы, таңертең таңғы асқа ақуызы мол тағамдар жеген жөн. Айта кетсек, жұмыртқа, жемістер, дәнді дақылдар дегендей. Түскі асқа етті тағамдар, салаттар, кешкі асқа балық, картошка және көкөніс дегендей. Біз бәріміз жақсы білеміз, ешқайсымыз асып тасып бара жатқан бай емеспіз. Сондықтан өзімізге көп нәрсені рұқсат ете алмаймыз. Қарапайым тілде қазақшалап айтқанда таңғы ас маңызды. Орташа жеңіл ауқаттар жеу керек. Жұмыртқа жесек болады немесе нан мен май дегендей. Түскі асқа ауыр тамақтар жесек болады. Кешке орташа сәл тез қорытылатын. Үшіншіден, жақсы әдеттердің бірі орташа деңгейде тамақтану, яғни көп жемеу. Көз ешқашан тоймайды, сондықтан бір норманы белгілеп алу керек. Пайғамбарымыз Мұхаммед айтқандай, ас жеген кезде асқазанды 3-ке бөліңдер. 1/3 бөлігі тамаққа, 1/3 бөлігі ішуге, ал қалған 1/3 бөлігі ауаға. Және де ұйқыға жатпас бұрын кемінде 4 сағат алды тамақтану. Төртінші, дұрыс ұйқы мен демалыс. Бұлар жақсы денсаулықтың кепілі. Аллах Тағала Құранда айтады: ұйқыларында демалыс қылдық, түнді жамылғы қылдық, күндізді тіршілікке жараттық. Яғни кешке уақытында ұйқыға жату организмге оң әсерін тигізеді.
Өйткені біз уақытында ұйқыға кеткенде организмнің негізгі функциялары іске қосылады, яғни есімізден тыс жұмыс жасайды. Ұйқы кезінде маңызды органдар демалады, қалпына келеді және күш жинайды. Ұйқыдан бөлек адам баласы бір мезгіл жұмыстан, дүние істерінен, ойлардан, үй шаруаларынан да демалу керек. Бесіншіден, жақсы көңіл-күй мен психологиялық саулықты сақтау керек. Яғни бұл дегеніміз физикалық денсаулығымызға қамқор болу, әлеуметтік байланысты, Құдаймен байланысты сақтау, позитивті ойлау практикасы мен стресстерді бақылау. Осыларды реттеу денсаулыққа оң әсерін тигізеді. Яғни қысқаша айтқанда, үй мен жұмыс арасында тепе-теңдік сақтау керек. Жаман әдеттер мен қауіп төндіру факторлары. Шынында, жаман әдеттер денсаулыққа кері әсерін тигізеді. Қазақша жаман деп зиянды нәрселерді айта береміз. Яғни зиянды әдет аты айтып тұрғандай денсаулығымызға, өмір сүру салтымызға кері әсерін тигізеді. Жаман әдетке темекі шегу, анаша тарту, арақ шарап ішу, дұрыс тамақтанбау және отырықты өмір салты әрі уақытында ұйықтамау мен басқа да зиянды әдеттер жатады. Ал қауіп төндіру факторына келсек, бұл өміріндегі белгілі бір ауруларды немесе жағымсыз оқиғаның даму мүмкіндігін арттыратын жағдаяттар мен жағдайлар. Және де бұған нашар әлеуметтік орта жатады. Әлеуметтік орта деп сізді қоршаған орта, яғни көбінесе достар. Олардың жаман әдеттері сіздің әдетіңізге айналады. Тепе-теңдік пен оң шешімдерді құру. Былай қарасақ, біз бұл нәрселерге көбінесе мән бермейді екенбіз. Денсаулығымыз жақсы болсын десек, және салауатты өмір сүргіміз келсе, онда өмірімізде баланс жасауымыз керек. Соның ішінде уақытты және әр түрлі сала арасына бөлінетін назарды реттеп білу. Яғни жұмыс, демалыс, денсаулық, қарым-қатынас пен жеке даму арасында. Бұл бізге үйлесімділікті сақтауға мүмкіндік береді және шамадан тыс шаршаудан құтылуға жол ашады. Дұрыс оң шешімдер қабылдау, жағдайды талдап білумен, мүмкін болатын салдарды бағалаумен және іс-әрекеттің ең жақсы нұсқаларын таңдаумен байланысты. Шешім қабылдау кезінде ең маңыздысы өзіңнің құндылықтарыңды, мақсатыңды және жағдаятты есепке алу. Өйткені шешім қабылдау жеке талаптарың мен ұмтылыстарыңа сай болу керек. Жаман әдеттерді өзгертудің практикалық қадамдары. Жаман әдеттерден арылу үшін әуелі әдеттерді ажыратып білу керек, яғни қайсысы жақсы және жаман екенін. Егер де мұқият тыңдаған болсаңыз, біз жаман әдеттер мен жақсы әдеттерді айтып кеткенбіз. Кейбір жаман әдеттерден арылу өте қиын болу мүмкін. Мысалы, жаман достарды тастау, өйткені кейбірмен жастық шағыңыздан бері дос болуыңыз мүмкін. Не темекі мен ішімдікке бойыңыз әбден үйреніп қалған болу мүмкін. Бұл жағдайда дұрыстап ақылға салу керек, өйткені бұл сіздің өміріңіз, ал бұл факторлар сізді кері тартатын болады. Егер болмашы адамдар үшін отбасыдан ажырасатын болсаңыз, не алкоголь ішімдігі себебінен бақытсыздыққа ұрынсаңыз, онда сізге жеке өміріңіз туралы дұрыстап ойлану керек. Сондықтан нақты шешімдер қабылдап тәуекел ету керек. Ақ іске Құдай жақ деп кеткен аталарымыз. Жаман әдеттерге тек қана осы аталып кеткен іс-амалдар жатпайды. Тек бұл қоғамымызда кең таралғандықтан аса мән беріледі. Арақ шарап ішпейтін, темекі наша шекпейтін кісілер де бар. Бірақ олардың өз алдарына басқа да жаман әдеттері болуы мүмкін. Мысалы, нормадан тыс көп тамақ жеу, сол себепті семіріп кетуі, не көп ұйықтау, сол себепті көп игіліктерден құр қалуы, не көп сөйлеу, сол себепті сөз астында қалуы, және де тағы да солай сияқты әр түрлі жаман зиянды әдеттер болуы мүмкін. Сондықтан жаман әдеттерден арылу үшін нақты қадамдар керек. Бұның бәрін жоспарлау керек. Біріншісі ниет және ниеттің түпкі нәтижесін білу көру. Егер ер күшіңіз зор болса, кейбір зиянды әдеттерді бірден тыйған жөн, және осы зиянды істерге қайтып келмеймін деген нақты тәуекел ету керек. Және жақсы істе бір Алла жәрдемші болсын. Кейбір әдеттерді тастау үшін қадамдар жоспар құрыңыз. Мысалы, көп тамақ жеуді азайту үшін ыңғайыңызға байланысты кейбір тағамдардан бас тарту, тағамдардың рационын азайту. Осылай асқазаныңыз үйренеді. Сосын осы зиянды әдеттерге әкелетін жолдарды зерттеу.
яғни қайнар бұлағын анықтау және оны болдыртпау, сізді қоршаған ортаңызға өзгертулер енгізу, яғни жақсы әдеттерге жағдайлар жасау және бір жақсы іске жетістікке жетсеңіз шүкірлік ету. Бұл өміріңіздегі өзгерісті жеңілдетеді және осы істерде ең бастысы сабыр керек. Сабыр түбі сары алтын деп бекер айтылмаған. Денсаулықты сақтау жолында пайдалы және зиянды әдеттерді түсінген болсақ, онда денсаулықты сақтау үшін зиянды әдеттерден арылу және пайдалы әдеттерге көшуге бізге мына екі нәрсе көмек береді. Қазіргі дамыған заманауи әлемде түрлі пайдалы қоғамдастықтар мен ресурстар қызметін пайдалану орынды деп есептейміз. Айта кетсек, бір ұстанымдағы адамдармен тілдесу, сұхбаттасу, жергілікті денсаулық жақсарту бағдарламасына қатысу, кәсіби веб-сайттардан ақпарат алу, мамандардан кеңес алу, әлеуметтік желілер мен пайдалы мобильдік қосымшалар қолдану. Осылардың барлығы сіздің денсаулығыңызға оң әсерін тигізеді. Қорытындылай кетсек, адам денсаулығына зиянды нәрселер тек ауру сырқаттар ғана емес, сонымен қатар жаман әдеттер әсер тигізеді. Және де денсаулыққа пайдалы факторлардың көп болуы тек қол ұшын созсаңыз болды. Бір сөзбен айтқанда, әркім өз денсаулығын күтуі керек, қарау керек, әрі мән беру керек. Әркімнің жақсы өмір сүруге деген хақысы бар. Бізден кеңес, жеке өзіңіздің, үй ішіңіздің, достарыңыздың өмір сүру сапасын жақсартуға тырысыңыз және дұрыс шешім қабылдауға шақырамыз. Денсаулық байлық кепілі, ал бірінші байлық бұл денсаулық. Құрметті көрермендер, егер аяғына дейін тыңдаған болсаңыздар, міндетті түрде бұл контенттен бір пайдасын аласыздар деп ойлаймыз. Егер сіздерге ұнаса, видеоға лайк басайық, пікір жазып кетейік, әрі жақындарымызбен бөлісейік. Арнамызға жазылу арқылы бізге үлкен қолдау көрсеткендеріңіз болады. Қоңырау батырмасын басып қойыңыздар, келесі видеоны жіберіп алмау үшін. Қош саламатта болайық.